Қаймағай Алматыға мына Абай атамның қолында өскен немересі Василь апайға келіп 48-49-50 жылдары мына Өзіп Мұхтар ағайға келеді, Василь апайға біздің үйге келеді. Сонда Абай туралы, Абайдың балалары Ақылбай, Мағауия, Абдырахман барлығы інілері туралы ылғи мағлұматтарды алып кететін. Қаймаға ылғи үнемі Алматыға келгенде біздің үйге келіп түседі Василь апай. Василь апай Абай атамды жақсы білетін, Абай атамның қолында өскен сүйікті немересі. Абай атамды өз қолында қойған, сонда 14-15 жаста екен. Соның бәрін Қаймағайға айтып беріп отырды. Қаймағай ылғи келіп Алматыға келіп, ылғи мағлұматтардың бәрін алып отыратын. Қаймағай Абайдың шәкірттері, Абайдың балалары туралы. Абай абет қой бірінші, Мұхтар ағамнан кейінгі ең бірінші Абай абет. Ona Қаймағайды жаски сонау 48-49-50 жылдардан бері біздерге постоянно келіп тұратын Алматыға. Біздерге сәлем беріп бірінші келетін Қаймағай. Өте талантты, өте зерек, ғалым адам ғой өмірінде. Абай атам туралы бірінші рет Абай туралы, Абайдың ұрпақтары туралы жазылған. Өмірінің бәрін, өмірінің өткеніне шейін Абайға табынып, Абайды жазып, шәкәрім туралы, Мұхтар ағай туралы көп естеліктер, көп материалдар жазып кеткен Қаймағай. Өте зерек, өте ақылды, кеңпейілді, кішпейлі адам еді. Біздің үйге келгенде ылғи Василь апамды анасындай жақсы көріп, біздің үйде анасын Василь апамды құшақтап, мен де сізді құшақтап сіздің жаныңда отырсам мен бақытты боламын деп, Василь Абай атамның қолында өскен сүйікті немересі ғой, Мағауияның қызы, бірінші немересі. Сондықтан Қаймағайды біз өте жақсы білеміз. Қаймағайдың қолында оқыған менің апам қазір 88-де келе алмады, ауырып ишағы жағып бар қызы. Қаймағай дегенде біз керемет жақсы көріп қарсы алатынбыз. Өте ақылды, өте өзіміздің туысқанымыздай болып кетті Қаймаға бізге. Ағамыздай, бауырымыздай болып кетті. Ал енді Мұхтар Омарханович өзі вообще Қаймағайды туған бауырындай керемет жақсы көретін. Ол кісінің үйіне барып, Мұхтар ағам ол кісі Қаймағаймен бірге бізде барамыз Мұхтар ағайдың үйіне. Сонда Мұхтар ағай жалпылдап, бала сияқты Қаймағайды жақсы көріп, құшақтап қарсы алатын. О Қайым, келдің бе деп. Сондықтан біз Қаймағайдың өмірін, Қаймағайдың Семейге келген сайын біздерді қарсы алып, Қаймағай қамқорлық жасайтын Абайдың ұрпақтары. Абайдың ұрпақтары шамалы ғана ғой. Қазіргі Абайдың ұрпағынан қалған еркек кіндіктен Ақылбайдың шөбересі Айдар Ақылбай нефтяник Ақтауда тұрады. Соның жалғыз баласы Алматыда тұрады. Инженер гидрометеоролог. Абай атамның енді ұрпақтарынан қазіргі қалған сол Мағауияның ұрпағы. Соны Ақылбайдан қалған 1-2 ұрпақ, оның басқа өзінің туған кіндігінен ұрпақтары жоқ. Соның барлығын Қаймағай барлығын тарихқа жазып кетті. Сондықтан Қаймағайдың әруағына басымызды иеміз. Қаймағайдың әруағына табынамыз. Қаймағай өмірін біздерді баласындай, бізді туысқандай, бізді бауырындай жақсы көруші еді. Артында балалары қалды, ұрпақтары бар, өмірінің жалғасы бар.